Сәлем достар, сендермен Бери Пикс. Бүгін біз ағылшын тілінен оңай сөздерді өтетін боламыз. Яғни оңай болғанда да біз ерекше сөз өзіміздің Қазақстан деген сөзіміздегі Q-ді алатынымыз. Яғни бүгін біз Q әріпінен басталатын сөздерді аударатынымыз. Негізгі бізге біздің тілімізде керекті сөздерді ала отырып мен жазып шығардым. Дайын болсаңдар, кеттік. Біздің ең бірінші сөзіміз ол quit деген сөз. Quit деген сөз ол әдетін тастау, әдетінен арылу деген мағынаны білдіреді. Одан кейін сөзіміз quick, тез арада, жылдам деген мағынаны білдіреді. Quest, іздеу деген мағынада. Query, сұрақ қою деген мағынаны білдіреді. Quench, шөлін қандыру, сөндіру деген мағыналарда қолданады. Quell, тұншықтыру. Quote, дәйек сөз келтіріп айту деген мағынаны қолданады. Quiz, сұрақ қойып өткізу, яғни опрос жасау деген мағынаны қолданады. Quaiva, дірілдеу деген мағынаны. Дірілдеу деген сақ есін және келеді. Quack, қаңқылдау деген мағынаны білдіреді. Және екінші мағынасы бар, ол алдамшы, алдап кету деген мағынаны білдіреді. Ал орысша айтқанда шарлатан, шарлатаник деген мағынада қолданады. Одан кейін сөзіміз ол quaff, бірден ішіп жіберу, яғни бірден бір шарап ішіп жіберу немесе бірден сүт ішіп жіберу деген мағынада қолданады. Quake, жер сілкінісі, жер сілкіну деген мағынада қолданады. Quarrel, жанжалдасу деген мағынада білдіреді. Quash, басым болу, яғни бір адамнан екінші адам басымдылық болу, яғни не десем болады, күш жағынан болсын, іш жағынан болсын, не болмаса басқаша ойлау қабілетіне болсын, басым болу деп айтамыз. Және бұл сөзіміз Q деп аталады, бірақ Q-U-A Y арқылы жазылатын әріптер арқылы жазылады. Жай ғана бірақ Q деп аталады. Жағажайдағы кеме аялдайтын орын. Соңғы сөзіміз Quittance, өтек деген мағынаны. Квитанция деп аталады орыс тілінде, бірақ өзіміз қазақ тілінде өтек деген мағынаны береді. Осымен біздің бүгінгі Q әрпінен сөздеріміз шықты. Мен негізгі сөздерді алып отырдым. Және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.